Қайырлы күн балалар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы С әрпімен дыбысы және уақыт. Сіздермен бірге Гүлзина Жақсылыққызы. Қазір балалар С әрпіне берілген бейне жазбаға мұқият зер салып қараймыз. С әрпі. С әрпі. Сиыр. Сиыр. Süt. Süt. Сурет. Сурет. Сандық. Сандық. Су. Су. Сабын. Сабын. Сүлгі. Сүлгі. Сызғыш. Сызғыш. Сақина. Сақина. Сегіз. Сегіз. Сағат. Сағат. С әрпі. С әрпі. Өте жақсы балалар. Енді мұқият қараңыздар. С әрпі сөздің басында да, ортасында да және соңында да кездесе береді. Міне оған дәлел. С дауыссыз дыбыс. Са, саға, самал, сапа, саба, санат, бас, тас, сағат, қас. Осы сөздерді оқып болған соң балалар С әрпіне берілген сөздерге дыбыстық талдау жасайсыздар. Жазғы демалыс бітіпті, 1 қыркүйек жетіпті, сабақ қызық болған соң барлық бала келіпті деген өлеңді жаттап алыңыздар. Сосын С әрпін жазамыз. Жазу барысында қолымызға, саусақтарымызға жаттығу жасаймыз. Одан кейін бүгін математика сабағында уақыт туралы тапсырмалар орындаймыз. Бір аптада неше тәулік бар? Аптаның қай күндер мектепке барасың? Сейсенбі аптаның нешінші күні? Сәрсенбіден кейін қандай күн? Жексенбінің алдында қандай күн бар? Осы сұрақтарға жауап беріп көр. Мынау көз алдында тұрған бұл сағат. Сағаттың 2 тілі бар. Мынау ұзын тілі минуттық тіл, қысқа тілі сағаттық тіл. Яғни қысқа тілі сағатты көрсетеді, ұзын тілі минуттарды көрсетеді. Мына жерде сағаттың неше болғанын тауып көр. 1 сағатта қысқа тілі 6-да, ұзын тілі 12-де тұр, демек сағат 6 болды. 2 сағатта қысқа тілі 4-де, ұзын тілі 12-де тұр, демек сағат 4 болды. Қалған сағаттарды өзің тауып көр. Және сағаттардың неше болғанын мына сызықшаларға жазып көр. Сосын сағаттардың суретін салып, мынау құм сағат, мынау қол сағат, мынау үстел сағатын салып, өзің бояп көр. Сонымен бүгінгі сабақта біз С әрпімен дыбысын таныдық және уақыт туралы алғашқы білімдерімізді біліп алдық. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.